Так, әріптестер, мына видеоның жалғасы, бұл терезе жаңа физа тестін ашылғаннан кейін сіздердің экрандарыңызда видео жазба бола ма, интернет бола ма, барлығы автоматты түрде жабылады. Яғни жабылады, жұмыстарын тоқтатады. Тек қана осы сайт, осы интернет жаңағындай тест бағдарламасы ғана ашылады екен. Сондықтан мен видео жазбаны арнайы телефон арқылы түсіруге тура келіп отыр. Ендігі әрекеттеріңіз сіздердің не қалай болады? Мына көрсетіліп тұрған сары түсте болады, егер интернет қосылмаса. Қазір интернет қосылып тұр, жасыл түсте. Мына бөлімнен сіздер не көре аласыздар? Бұл бөлімнен сіздер тілді таңдайсыздар. Яғни тілді қазір ағылшын тіліне қоюларыңыз керек. Өйткені мен қазір жүйеге кіруді жүйелеймін. Ағылшын тіліне қоямыз, ағылшын тілін таңдаймыз. Мен қазір өзімнің мектебімнің жүйесін тексеріп көремін. Мына құлып батырмасын басасыздар. Сіздерге жаңа берілген пароль бар, сол парольді енгізесіздер. Парольді енгізгеннен кейін жүйеге администраторы жүйеге кіреді. Бұл жерде сіздер көріп отқандарыңыздай тест сеанс дейді. Бірінші attempts дейді, 120 attempts, яғни ол тест вариант. Яғни сіздерде қазақ орыс класс болатын болса, онда мына жерде 2 тест сеанс болады да, анау 240 болады вариант. 240 вариант болады. Егер сіздерде бір ғана қазақ тілінде жүргізілетін болса, онда осылай көрсетіледі. Сіздер міндетті түрде мына құлып жүйесін ашып, осы әрекетті тексеріп көріңіздер. Яғни программа дұрыс орындалып, не орындалмады. Яғни диагностика осылай жүргізіледі екен. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Ары қарап жалпы тест тапсыруға былайша айтқанда программа орнатылды, жүйе тексерілді, дайын екенін осылай көре алады екенсіздер. Мына бөлімді бассаңыздар, жүйеден шығасыздар.